Көкбұрышта Ислам Кончиев, Ресей Грозный және оның қарсыласы. Қазақстан Екібастұз қаласының тумасы Диас Иранғайыпов, 26 жастағы жауынгер, соңғы жекпе-жегін осы NFC 31 турнир аясында өткізіп, қарсыласынан басым түскен. Нағыз бір қоян қолтық ұрыстың өтінде жүрген жауынгерлердің төбелесін тамашалайтын боламыз. Бірден ресейлік жауынгер аяққа ұмтылды және Иранғайыповтың қақпаны тарс жабылғандай. Енді мойнын толық беріп қоймаған екен. Жоқ, қазір Диас толқаны бақылауында ұстауда, қарсыласын және ту сыртына қарай шығып кеткісі келетіндей. Ислам Кончиев қазір осы бір өзіне қолайсыз позициядан қалайда сытылып шығып кетудің амалын қарастырады. Диас оған мүмкіндік беретін емес. Барынша салқынғанды. Жаңа ғана жігіттердің осы бір тек тұрып төбелесуге келгенде нағыз бір төселген азаматтар екенін айтқан едік. Айқастың барысы басқа бір мәнерде түрленіп сала берді. Бірден партерге көшкісі келген Кончиевтің ұмтылысы Иранғайыповтың тарапынан тосқауылға тап келді. Қазір енді осы бір сәтті позиция қаншалықты ұтымды болар екен Иранғайыпов үшін. Жақсы қаптауға шығып кеткісі келеді, бірақ Кончиев барлығын сезіп тұр. Асу енді бұл осы бір позициялық шабуылдар барысында басты нәрсе физикалық күш қуат па әлде техникаға да 50% бір үстемдік бере аламыз ба? Шешуші деп фактор. Енді бұл жерде нақты бір нәрсені айта алмаймыз. Бұл жерде барлығы керек, техника да керек, физика да керек, функционалдық да керек. Енді сақадай сай болып осы жекпе-жек үшін қаншама айлар уақытын жұмсап дайындалған екі спортшы ғой, сондықтан да екеуі де бірден еркін күрес, мына жерде еркін күрестің стилі қатты жүріп жатыр деп айтсам болады. Артқа қарай жібермей, біреуі сол жерде контроль ұстап тұр. Енді қайсысы епті, қайсысы көбірек тәжірибелі, сол басымырақ болады деген ойлаймын. Статистикаға сүйенетін болсақ, мысалы Ислам Кончиев осы Найза лигасындағы бір сәтсіздігінен кейін қатардан 5 жекпе-жекте 1 жылда жеңіске жеткен екен. Бұл енді спортшының шындығында үлкен бір прогресске бетбұрыс жасап келе жатқанынан хабар берсе керек. Диас Иранғайыповтың біз білеміз, бір әмбебап жауынгер. 20 жекпе-жек, 20 жекпе-жек, 30 жекпе-жек өткізген мүмкін, бірақ кіммен шыққанына байланысты. Диастай, Диастың уровеніндегідей боецтермен шығып ма, өйткені Ян Иглс өзі айтып тұр ғой, ол жерде жаңадан шығып жатқан спортшылардың ең алған орынды салған. Мына жерде енді Диас бауырымыз оның алдында ақ мақта өнер көрсетті. Одан кейін де мықты спортшылардың бәрінің азуын тысқақтырған боецтердің бір ғой. Нағыз бір азулы Диас Иранғайыпов шындығында осы салмақ дәрежесінде Қазақстандағы маңдай алды жауынгерлердің тіпті тұнық деңгейінде. Жақсы қазір позициялық тұрғыда Диастың әлі де болса дегені болып тұр, дегені жүріп тұр. Кончиев шындығында қазір екінші нөмірмен көп жағдайда Диас Иранғайыповтың қалайда төтеп беруге тырысып жүр. Жанталас. Земен бір соқсын жұмсап көрді. Бірақ қандай жаққа да бір сырғанап айналып кеткісі келмесе де, ресейлік жауынгердің әр тұсында Диастың дайын тұрғандығын көрудеміз. Бұл енді позициялық тұрғыдағы бір Диастың көрегендегі шығар. Техникалық тұрғыда екі жауынгерге біз тиісті бағасын беруіміз керек. Лайықты түрде жасақталған. Арсеналдар әр түрлі. Бірінші раундтың бітуіне 30 секундтай уақыт қалды. Қазір енді айқас шындығында 5 минут бойы қазір Иранғайыповтың бақылауында өтті. Бірінші кезең. Ақтілеу Әскербайұлы тек тұрып төбелесуге шақыруда. Соңғы 20 секунд раунд соңындағы осы маңызды секундтар кімнің еншісінде келер екен.
Жақсы дәлдік. Диастың екіншілік есімі шығар. Соққы дәл тиді. Тағы да бір ұмтылыс ресейлік жауынгер тарапынан. Аяқты да іске қосып көрді. Тамаша. Қарсыласында қазір енді екінші кезең барысында айқастың мәнері қай бағытқа өзгерер екен. Ислам Қанчиевтің соққысы. Иранғайыпов асығатын емес. Тамаша қарсы алды соққымен тізені іске қосты. Лизде көзілеспе жылдамдықпен артқа кете біледі. Осы бір сергектігі шындығында барынша үйлесімді өзінің айқас жасау стратегиясына. Ресейлік жауынгер енді аяққа ұмтылысын сәл доғара тұруда жөндеп шешкендей жоқ. Бағанаға асып өзің айтқанда жоспар сол. Күреске қарай көшкісі келеді. Өте тамаша. Бүгін біз нағыз бір күрестің екі қас шебердің кездескенін көрдік. Осы бір белдесу сәтінде. Ислам Қанчиев тіпті бойсынатын емес, басқа мәнерде тек өзі өсіп шыққан мектептің күрес әдісіне қарай ойысуға құлықты. Диас жақсы қорғануда, сауатты барлығы. Октагонның жақтауында шындығында Диастың позициясын лезде өзде оңтайлы тұсқа алмастырып алғандығы. Тағы да қарсыласының мойыны құшағында қалып қойды. Бұл Диас үшін шабуылын әрі қарай ұтымда үйлестіріп, жалғастырып кетуге жақсы мүмкіндік. Өте тамаша. Тағы да бір ұмтылыс болды, арқасына шығып кетуге жоқ. Қанчиев барлығын көріп тұр. Енді Асу осы тұста осы затты бағанан бері жасау керек. Осы бір сәндешінде бірақ енді Қанчиевте енді оңай жанға жемез екен. Ойын берген жоқ. Өзі енді бірақ бір жағынан енді кім нені білет, қандай стильді жақсы көрет, қандай стильде оның осыған дейінгі жекпе-жектері қалай өтті, жеңіп жатты сол стильмен. Соған қарай енді үміттеніп тұр ғой. Қанчиев күреспен жеңген, тек күреске ғана неғып тұр, бірақ енді бұл жерде Диаста сен күресті екен деп мен күреспей қоятындай емес. Наоборот, күреске күреспен жауап беріп, және де одан өзінен басын түсіп жатыр. Осы Диас Иранғайыповтың қазіргі октагонда көрсетіп жатқан өнеріне қарап, нағыз бір қызу түсті арландарды елестетіп отыр көз алдыма. Бұл асыра сілтеу бір теңеу емес, өйткені тәжірибелі арландар. Өте сондай жинақы, әрбір соққысын ойланып жасайтын жауынгердің деңгейі. Бұл қолдары көтеріңкі, сергек соққыны көре алады. Екеуі де қазір жақсы күресіп алды. Енді кім бұл жерден функционалдық тұрғыда соған. Физикалық мығында жерде аса бір жылдамдығы да жоқ проходқа келетін кезде. Енді білмеймін қалай проходқа кіруді үйренген. Бұлай енді жалпы жай кіріп жатыр да. Физикалық тұрғыдан бар шығар мүмкін. Мен ойлаймын, бұл жерде Қанчиев осы Диас Иранғайыпов секілді жылдам спортшыға бұған дейін тап келмеген. Сондықтан да басында айтқанымызды қанша бойы түстен екі бірдей соққысы өтті қазір Иранғайыповтың тарапынан. Тамаша. Ислам ресей жауынгердің енді бір қорғанысын бұзып жаға бастағандай қазір шабуылдарымен. Тағы да аяққа ұмтылыс. Асыл енді бұл өзі ұмтылды, өзі қалып қойды астында. Екеуі де ендігі кезекте кім ақылмен жұмыс істейді. Екеуі де проходқа кіруді ұйымдастырып тұр ғой. Егер де біреуі тіземен немесе апперкот соққысын күтіп алатын болса, кішкене қиындау болады да. Сондықтан кішкене бақылап, байқап тұру керек проходқа. Егер екеуінің біреуі соны жоспарлаған болса деймін алдағы уақытта. Ең бірінші сақтық әрине жауынгерлердің басқа қаруының бірі. Жақсы. Осы қашықтықта соққыны өте әдемі бір енді кәсіпқой боксшы стилінде айқас жүргізіп жатқан Иранғайыповты көріп тұрмыз. Өзінің сенімділігі күшейе бастады Диастың. Өйткені біліп тұр қарсыласының көз алдында
өзінің мысыда техникалық мүмкіндіктерде басындау екендігін. Қазір мына бір әдісті бәлкім ары қарай өрбітіп көретін шығар, жоқ. Көшбасшының бір болуға лайықты екендігін. Ары қарай үшінші кезеңді тамашалауды бастаймыз. Тағы бір соққы. Тамаша. Диас енді дәлдеп, нық, ауыр соққымен ұра бастауға көшкендей. Бірінен осы тұрысын алмастырады аяқты. Сонда бұл Ислам Кончиев үшін тіпті түсініксіз бір жағдай туындатуда. Өйткені Еренғайыповтың тарапынан осы бір сол қолмен де, оң қолмен де алыс қашықтықтан бағытталған соққылар Кончиевтің мазасын әбден алып бітті. Кончиев Еренғайыповтан қарағанда кішкене жылдамдық жағынан баяу болып тұр. Диас көріп тұрғанымызда жылдамдық жағынан өте әдемі келіп жатыр. Әрбір джебі, қойған ударлары, проходы, күтіп алуы барлығы оңай көріп. Өте қауіпті. Қазір қараңыздаршы. Сол қолмен және қайталады Диас. Саңғылау тапқан секілді Кончиевтің қорғанысына. Соққының қай жақтан келіп тиіп жатқанда байқап жатқан жоқ сияқты Кончиев. Соншалықты жылдам болып жатқаннан. Екі мәрте тағы сол бір соққыны қайталады Диас Еренғайыпов. Расында бұл соққыны ресейлік файтер тіпті көріп тұрмағандай. Өйткені өршелене алға ұмтылуда, соққы қабылдап жатыр. Бірақ өзінің кетіп жатқан осы бір есесін қалайда қайтарамын дейді. Тағы бір соққы нысананы дәл тапты. Енді қараңдар, сериал шабуылдар, тамаша екі соққысын өткізді де бірден аяққа ұмтылды. Және еш бір кедергі бола қоймады Кончиевтің тарапынан. Партерге қарай жекпе-жектің ойысуы. Қазір енді бақылауға өткісі келетін сияқты. Диас. Бәрі әдемі. Диастың несінен тұрғысынан қарайтын болсақ, ол қолмен алдап әкелді де, проходты ұмыттырды кішкене күресетінен. Сол ұмытқан сәтте бірден проходқа кіріп, өзіне керекті жаңағы положениені ұстап алып десек болады. Енді осы жерде қалған қанша? 2,5 минут па? Осы неде бақыласа, өзінің қоржынында кетеді тағы да. Кончиев 3 раунд қалай болды? 3 раунд бойы тек қорғанумен, Диас қойған бір жоспарлардан шығумен әлек болып табылды. Шындығында ресейлік жауынгер әлекке түсті деп айта аламыз. Өйткені тек қана Диастың тарапынан болып жатқан қысым, Диастың орындауындағы осы бір агрессия, Кончиевтің еркін қимылдауына тіпті мүмкіндік беретін емес. Барлығы осы Диас Еренғайыповтың күні бұрын құрып қойған ережесіне сай өтіп жатыр жекпе-жек. Барлығын өз бақылауында ұстауда қазақстандық спортшы. Тағы да қарсыласының қапталынан шыға келді де, енді арқасына өтіп кеткісі келеді. Бір аяғын салды қазір. Екінші аяғын салса, мойнына қарай уже самбешін туралай берсе болады негізінде. Өйткені Кончиевте қатты уақыт жеткілікті. 1,5 минут уақыт қалды. Қараңыздар, тіземен бағытталған осы бір ауыр соққылар. Қауіпті әрі ауыр. Бірақ Кончиев барлығына төзуде. Мінезі бар, характері бар, өзінің бір деңгейі бар, спортшы ғой бұл да. Шындығында қазір енді Кончиевті партерде ары-бері сырғанатқан Еренғайыпов. Еркін күрестен бір Кончиевке Еренғайып мастер-класс көрсетті десек. Нағыз бір бапкері мен шәкірті тәрізді. Қазір бұлай көру керек, артқа бұлай шығу керек деген сияқты. Үнсіз бір техникалық тұрғыда көрсетіп шықты десек болады. Үшінші раунд көп жағдайда сол бір әдістемелік, шеберлік сабағын оқсап кеттіңіз. Сөзсіз Еренғайыповтың басымдығын енді секунд сайын біз тіпті күмәнсіз қабылдаймыз. Бірақ ресейлік 21 жастағы Ислам Кончиевтің төзімділігін атап өтуіміз керек.
барынша мүмкіндік берген жоқ. Уақытынан бұрын аяқтап тастауға жекпе-жекте. 15 секунд уақыт қалды бұл айқастың аяқталуына. Диас. Бәрекелді. Өте бір тамаша әдіс. Иранғайыповтың бұл раунд соңындағы тамаша бір нүкте болды айқасқа. 3 раундтан кейін төрешілеріміздің шешіміне жүгінеміз. Барлық 3 төреші бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Диас Еренғайыпов!